Қайырлы күн достар. Бүгін біз сәбізді карамельді торт дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ал тортымызды дайындап бастаймыз. Барлығы видеода анық көрсетілген. Құрамында сәбіз болғаны үшін дәмсіз болып сіздерге елестеуі мүмкін, бірақ міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді торт. Бұл жерде жұмыртқа мен қантты әппақ болғанша миксерлейміз, жақсылап тұрып миксерлейміз, асықпаймыз. Әппақ болғаннан кейін үстіне сұйық май саламыз, корица саламыз, кішкене нан сода саламыз және разрыхитель саламыз. Енді ұнды салып миксерлеп аламыз. Теркіден өтіп дайын тұрған сәбізді бетіне салып жіберіп, кішкене миксерлеп аламыз. Алдын ала езіп дайындап қойған грек жаңғағын салып жіберіп, жақсылап миксерлейміз. Дайын болған массамызды 3 немесе 4 бөлікке бөліп, духовканы 180 градуста қыздырып алып, алдын ала әр коржыкты 20-25 минуттан пісіріп аламыз. Барлығы видеода анық көрсетілген, сол үшін видеоны толық қарауға кеңес беремін. Коржықтардың барлығын толығымен пісіріп ала береміз. Енді карамелімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге желатиннің бетіне салқын су құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді газдың ең төменгі отына антипригарный ыдысқа қантты салып, ешқандай да қозғамаймыз, қойып қоямыз. Яғни қант өзі толығымен еруі керек. Мен бұл процесті өте ұзақ түсірдім, себебі сіздерге анық болу үшін және түсінікті болу үшін. Ұзақ уақытты алуы мүмкін, бірақ соған қарамастан қант толық ерігенше күтесіздер. Осы тұста қантымыз еріп бастады. Сливкиді төменгі отта қойып қыздырып аламыз, бірақ қайнатпаймыз. Қантымыз толық еріген кезде бетіне қызып тұрған сливкиді құйып жібереміз. Яғни 10 минутқа дейін араластыруға болмайды. Толық бір-бірімен сіңіп өзара әрекеттеседі бұл процесте. Егер осылай ертерек шыдамай қозғап жіберсеңіздер, яғни карамельдеріңіздің түбінен мынандай комок пайда болады. Ол бостан-босқа қатып қалған комок. Оны ешқандай да пайдаға аспайды. Мен осы түсте комокты араластыра бердім май салған кезде де, себебі жайлап ол еріді, қалған комокты алып тастаймын. Ал енді тортты жинау процесіне кірісеміз. Ол үшін карамелімізді алдын ала мешокқа құйып дайындап қоямыз. Енді крем жасаймыз.
Крем, яғни творожный сыр и сахарный пудра. Екеуін араластырып аламыз бірінші. Үстіне сливки құйып, қою крем дайындаймыз. Дайын болған креміміз міне қап-қатты. Енді осыны кондитер мешокқа салып аламыз. Сөйтіп, тортты жинау процесіне кірісеміз. Міндетті түрде кальцо пайдаланған жөн. Кальцо пайдалансаңыз, торттарыңыз ровно болып шығады. Және бұл биіктеу торт болады. Торт жинау процесі толығымен видеода анық көрсетілген. Осы тұста айтып кететін, карамельді мешок пен кремнің мешогының аузын бірдей етіп кессеңіздер, арасындағы крем мен торттың карамельдің жағылуы бірдей болады. Оны қазір біздер нарезкіде байқаймыз. Яғни тортқа нарезкі жасағанда ол әдемі көрінеді. Осы тұста кремді толығымен жаққаннан кейін бір түнге холодильникке салып қоямыз. Себебі қоржыққа кремдер сіңіп, жұмсақ, нәзік болып тұрады. Сол үшін міндетті түрде бір түнге холодильникке қалдырыңыздар. Тортымыз бір күн холодильникте тұрды. Енді обтяжка кремін дайындаймыз. Сахарный пудрамен бөлме температурасында еріп тұрған майды бірінші араластырып, ағарғанша араластырып аламыз. Үстіне творожный сырды қосып, жақсылап миксермен соғамыз. Яғни қатты крем пайда болады. Бұл крем қатты болғанымен жұмыс жасау процесінде өте ыңғайлы. Кремді кондитер мешокқа салып алып, тортымыздың сыртын қаптаймыз. Кремді торттың бетіне толығымен жағып аламыз. Шпательдің көмегімен тегістеп дұрыстаймыз. Торттың сыртының барлығын толығымен тегістеп болғаннан кейін өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Яғни мен кандорин жақтым, көк түсті.
Мен мына жерде баланың атын жазып едім, дұрыс жазылмаған үшін алып тастадым. Бірақ оның бетін мен оформлениемен жауып тастаймын. Киндердің жұмыртқасы мен ММДенсті шашып жіберіп, осылай дайындадым. Енді мұнда кескендегі видеосын қараңыздар, торттың арасын көріңіздер. Және лайк басып, комментария жазыңыздар. Яғни бұл тортты мен 3 жасқа толып жатқан балапанның құрметіне жасадым. Міндетті түрде балаларыңызды, жақындарыңызды осындай дәмді торт жасап қуанта беріңіздер. Ас болсын. Рахмет.